Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі үйде бар заттардан дайындалатын бірнеше дана болып шығатын печеньелер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ендеше печеньелерімізді дайындап бастайық. Ең әуелі 3 жұмыртқаға қантымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Барлығын араластырып болған соң крахмал және қопсытқыш қосамыз. Мендегі жүгері крахмалы. Енді барлығы біркелкі болғанша қайтадан венчикпен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Мінекей менде осындай масса пайда болды. Енді осы массаның үстіне алдын ала өлшеп дайындап қойған сұйық майымды құйып, тағы да барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламын. Мінекей біздің массамыз осылай біркелкі болып шығуы тиіс. Енді осыған аз-аздан ұн қоса отырып араластыратын боламыз. Ұнның барлығын бірден қосып жібермейміз. Мен шамамен 350 грамдай ұн қостым. Қазір соңында қолыммен илейтін кезде тағы да ұн қосатын боламын. Дәл осы қамырға 350 грамын қосып алдым. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек. Қолмен араластыруға келмейді, себебі қолыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай венчикпен немесе қасықпен араластырып алсаңыз болады. Және дәл осы қамырды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін екінші бір ыдысқа салып аламыз. Қазір дәл сол екінші бөлігіне какао ұнтағын қосатын боламыз. Дәл осылай қамырды екіге бөліп алдым. Бір бөлігіне шамамен 50 грамм ұн қостым. Және де барлығын қолмен араластырып, жақсылап илеп, өте жып-жұмсақ қамыр дайындап алатын боламын. Қамырымыз біздің өте жып-жұмсақ болып шығуы керек. Дәл міне видеода көріп тұрғандарыңыздай пластилин сияқты болып шығады қамырымыз. Енді осымен біздің қамырымыздың бір бөлігі дайын. Енді екінші бөлігіне какао ұнтағын қосып алатын боламыз. Менде мына жерде шамамен 2 ас қасық какао ұнтағы. Бірінші осылай лопаткамен араластырып алдым. Әрі қарай шамамен 25 граммдай ұн қосып, барлығын қолмен араластырып, біріктіріп, жып-жұмсақ қамыр дайындап алатын боламын. Достар, егер сіздердің қамырларыңыз дәл бұлай шықпай тым қатты қолдарыңызға жабысып жатса, онда тағы да азғантай ұн қосып жіберсеңіздер болады. Енді осы қамырымызды пергамент қағазының көмегімен дәл осылай астына пергамент және де үстіне пергамент қағазын қою арқылы оқтаумен осылай тегістеп жазып аламыз. Қолыңызбен тегістеп жазғанға қарағанда оқтаумен өте тез жайылады. Жан-жағы ашық қалса, сыртына шығып кеткен артық қамырларды кіргізіп жіберсеңіз болады. Үстіндегі пергамент қағазы өте оп-оңай алынады. Дәл солай екінші какао қосылған бөлігінде осылай оқтаумен жайып, барынша төрт бұрышты етіп жазып шығуға тырысыңыздар. Шет-шеті ашық қалса, артық шетіне шығып кеткен қамырларын сол жерге кірістіріп жіберсеңіздер болады. Үстіндегі пергамент қағазын алып, енді астыңғы какао ұнтағы қосылмаған бөлігінің үстіне осы какао ұнтағы қосылған қамырымызды қоямыз. Және де қолымызбен осылай рулет секілді орап шығамыз. Бізде 3 дана рулет секілді печеньелеріміз шығу керек. Мінекей бір бөлігін осылай орап алдым. Енді екінші бөлігін дәл солай ораймын. Дәл солай үшінші бөлігін орап аламын және әрқайсысының ортасынан бөлемін. Сонда жалпы алғанда бізде 6 дана болып шығу керек. Енді противенге пергамент қағазын төсеп немесе май жағып алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста біздің печеньелеріміз қызарғанша шамамен 25-30 минут өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыз. Печеньелеріңізді толықтай суытып алыңыз. Енді біз печеньелерімізге арнап шоколадты ганаш дайындаймыз. Мен мына жерде 200 грамм шоколадқа шамамен 2,5-3 ас қасықтай сүт қосып,
водяной баняда ерітіп алдым. Енді осы ерітілген шоколадқа сақталған арахис қосамын да, барлығын араластырып, қазір суыған печеньелерімнің үстіне құйып шығамын. Достар, бұл шоколад құю міндетті емес, бірақ сіздің печеньелеріңізге өте ерекше бір дәм әрі дастарханға қойғанда әдемілік беретін болады. Мінекей барлығының үстіне арахис қосылған шоколадты ганашымызды құйып шығамыз, және де тоңазытқышқа біздің шоколадтарымыз кепкенше салып алатын боламыз. Мінекей менің печеньелердің бетіндегі шоколадтары кеуіпті. Енді осы рулет секілді печеньелерімді бірнеше бөлікке бөліп шығатын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бізде бірнеше дана печеньелер дайын болады. Ары қарай дәмін татып дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Және достар, қазақша контентті қолдап, каналымның дамуына үлес қосып, видеома назар лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.